маған сыйы деп білемін. Өзіңдей жанға шәкірт болғанымды. Табылған балапанем миядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы. Ұстазға деген ыстық сағынышым, біренге қалай ғана сыялады. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Өнердің мен білмейтін қатпайларын, жаныма сіңіргенше тоқталмадым. Алдымнан шықты бүгін қолың болған, қанша жыл қиялдаған тәтті арманым. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Бүгінгі жиынның мақсаты ата-ана мен мектеп арасындағы ынтымақтастықты арттыру, бала тәрбиесіндегі өзара жауапкершілікті күшейту. Келешекте ұлт болып ұмтылу үшін ең әуелі жүрегі таза, иманды, еңбек сүйгіш, намысты ұрпақ тәрбиелеу. Бұл баршамыздың борышымыз. Ұрпақ тәрбиесі ұлттың ұлы мұраты атты форумға ата-аналармен бүгінгі ұстаздардың бала тәрбиесіндегі өзара серіктестігінің нығайтуға бағытталған маңызды шарасы деп білесіздер. Бүгінгі жаһандану дәуірінде бала тәрбиесі тек мектептің немесе ата-ананың ғана емес, бүкіл қоғамның ортақ ісі. Құрметті ата-аналар, Байқадам Қашқынбаев атындағы орта мектебінің ұйымдастыруымен өтіп отырған ұрпақ тәрбиесі ұлттың ұлы мұраты тақырыбындағы аудандық форумға қош келдіңіздер. Біздің кездесуіміздің басты мақсаты мектеп пен ата-ананың арасындағы өзара серіктестікті нығайту. Ахмет Байтұрсынұлы, жастардың оқу тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі түзелмейді деген. Өйткені бала тәрбиесінде ең негізгі үш күш: отбасы, мектеп және қоғам. Осы үштік үйлесім тапқанда ғана біз ұрпақтарымыздың келешегіне сеніммен қарай аламыз. Құрметті ата-аналар, бүгінгі таңда білім беру жүйесі үлкен өзгерістер кезеңінде. Цифрландыру, жасанды интеллект, жаңа педагогикалық технологиялар, мұның барлығы балаларымыздың оқу ордасына жаңаша серпін беріп отыр. Бірақ ең бастысы адамның
құндылықтар, тәрбие мен жауапкершілік сезімі. Сол себепті біз мектепке тек білім беріп қана қоймай, оқушыларымыздың рухани дамуына, әдептілік пен еңбексүйгіштікке тәрбиелеуге аса назар аударамыз. Біздің мақсатымыз әрбір баланың бойындағы қабілетті ашу, оған сенім ұялату және өмір жолын табуға көмектесу. Бұл мақсатта жету үшін мектеп ұжымы бар үшін салып еңбек етіп келеді. Ал ата-аналар тарапынан қолдау болса, нәтиже еселене түсетіні сөзсіз. Сіздердің пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз біз үшін өте маңызды. Бүгінгі форум аясында көтерілетін әрбір ой, ұсыныс біздің бірлескен жұмысымыздың жаңа бағыты болмақ. Ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсарин айтқандай, бала тәрбиелеу, болашақ ұлтты тәрбиелеу демекші, әрбір баланың амандығы, елдің ертеңгі жарқын болашағының кепілі. Сіздерге айтар ең үлкен өтінішіміз, балаларымыздың оқуы мен өміріне бейжай қарамаңыздар. Мектеп пен ата-ана бір мүддеде жұмыс істесе, біздің болашағымыз нұрлы болмақ. Babamның антында қалада қалғандай, билеумен мың жасар қылмай, кіршіксіз жүрегім алтын десе алтындай. Гүлі анамдау сүйсең мен бәрінен бағалы, ол өзі жоғары, отының сөнбей алауы, өзіңсің мәңгілік, жанымның жібек жалауы. Мемлекет тарапынан, жалпы облыс басшысы тарапынан біздің ауданымыздың, яғни оның ішінде білім саласына деген үлкен көңіл бөлінуде. Жылдан жылға бюджет артып келеді. Мұғалімдеріміз, біздің педагогтарымыз тиісті жалақыларын әр мезгілінде алып келеді. Бірақ дегенмен де бүгінгі бізді қоғамда алаңдататын, баршамызға белгілі болып отқан бұл балаларымыздың құқық бұзушылығы. Облысымызда осы қыркүйек айынан бастап ол жасыратын түгі жоқ. Бала тәрбиесіне ата-ананың сәл де болса ішті бір қымыз ұстатыны тәрбиелік бағыты төмендеп барады. Екінші кезекте әлеуметтік желінің балаларға деген ой өрісін бұзуға деген ол баршамызға куә болып барамыз. Әркім бәсекелес заман, ешқандай бала ешкімнен қалмасын, кем болмасын дейді. Бірақ бізде балалар келіп, ананың баласы iPhone 16 алды десе, біздің ата-аналар сомен жарысып, кредитке болса да сол телефонды алып беруге тыраштанамыз. Қазір мемлекет тарапынан білім саласына, яғни балалардың сапалы білімі алуына толыққанды жағдай жасалуда. Тәрбие болмаған жерде сапалы білім бар деп айта алмаймыз. Ол үшін біз балаларға біз болып тәрбие беру бағытында жұмысты жандандыруымыз қажет. Ойнап істедім деген ертең байқамай отқа түсіп кетпейді. Өзіміздің ауданда да жоқ емес орын алып жатыр. Ойнап мойнын шақтайын деп қылқындырып, мойнына қатты зақым келіп, ауруханаға түскендер де болды. Одан басқа жағдай болып кетсе, не болатын? Ішкі істер бөлімі тарапынан оқушыларға күнделікті назарларына жеткізіп жатыр. Бірақ ата-ананың тәрбиесі керек. Бұрын айтушы еді ғой, әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішерді. Сондықтан әкенің сөзі оқ екенін, ананың әрбір сөзі қызға болсын, ұлға болсын, ол тәрбие екенін. Сондықтан қазірде
Қыз баласын 40 нәрседен тыю дейді. Қоғамда өздеріңіз білесіздер, қазір алынып жатқан жастайынан ерте жүктілік. Әрқашан қызды қазақ халқымыз төрге шығарып, алты алаштың басы қосылса да ұстаздарымызды төрге шығарып жүрген қыз балаларын біз осы қыздарымыздың тәрбиесіне қатты көңіл аударуымыз керек. Қоғамға деген жанашырлықтарыңыз бар екеніне көзім жетіп отыр. Себебі залымыз 90%-ға толып, ата-аналарды жалпы көпшілік келіп отыр. Сондықтан ардагер үлкен ұстаздарымыз бар, алдыңғы қатарда отырған ардагерлер кеңесінің төрағасы бар. Апаларымыз, ағажалықты аналарымыз отыр. Сіздердің үлкен қоғамда үлкен көмектеріңіз қажет. Ағымдағы жылы аудан бойынша кәмелетке толмағандар арасында бірқатар қылмыстар орын алуда. Сонымен қатар кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстар 6-дан 7-ге өскен. Сіздерге ең бірінші ол өздеріңізге белгілі отан отбасынан басталады. Сондықтан барлық қылмыстылықтың барлығы тек қана ол қоғамнан ғана емес, ол отбасынан басталады. Сондықтан құрметті ата-аналар, қазіргі уақытта заң ешкімді кешірмейді. Сонымен қатар қазіргі уақытта тек қана кәмелетке толмағандар арасында қылмысты жасаған кәмелетке толмағандар ғана емес, сонымен қатар ата-аналарға да заңға сәйкес жауаптылық көзделген. Яғни ол Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 127 бабы болып табылады. Ол жерде не көрсетілген? Ол жерде ата-анаға, яғни ата-ана егерде бала тәрбиесін беру міндетін орындамаған үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 127 бабының 1 бөлігімен жауаптылыққа тартылады. Егерде бір жылдың ішінде осы аталған құқық бұзушылықты қайталаса, онда осы баптың 2 бөлігімен жауаптылыққа тартылып, ол жерде жауаптылық қатаңдатылған. Көбінесе осы отбасында, яғни үйде болған кезде өздеріңіздің балаларыңызға тәрбиелік мәні бар, яғни дұрыс бағытқа, дұрыс жолға бағыт беретін, дұрыс тәрбиелік мәні бар сөздер айтып, өздеріңіздің балаларыңызды, ұл-қыздарыңызды тәрбиелік бағытта, дұрыс бағытқа жетелеуді сұраймын. Яғни өздеріңіз ата-ана болғандықтан өздеріңіздің ұл-қыздарыңыз бар, барлықтарыңыз ұл-қыздарыңыздан үлкен үміт күтіп отырсыздар. Сондықтан үйде қылмыстылыққа, яғни дұрыс тәрбие беріп, қылмыстылыққа бармайтындай, яғни күнделікті нақты өздеріңіз үйлеріңізде тәрбие беріп, яғни ол тек қана мұғалімдерге ғана артық қана қоймай, барлық міндеттерді. Сондықтан өздеріңізде жауапкершілікті сезінулеріңіз керек. Қазіргі уақытта, түнгі уақытта кәмелетке толмағандар ата-анасының немесе заңды өкілінің еріп жүруінсіз көптеген фактілер орын алуда. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 442 бабымен жауаптылық көзделген. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес кәмелетке толмағандар 16 жастан бастап жауаптылыққа тартылады. Ал ауыр және аса ауыр қылмыстар жасаған жағдайда ол қылмыстық кодекстің, яғни
99 бап адам өлтірүү, 106 бап сексуалдык сипаттагы зәбір көрсетүү, олардың яғни аса ауыр қылмыстар үшін 14 жастан бастап қылмыстық жауаптылыққа тартылады. Үмітім әлі сөнген жоқ. Себебі мендегі аналық сезім жүрегімнің түбінде ұйықтап жатқан жарық. Ана болғым келеді. Менде аналық махаббатты сезінгім келеді. Сәби сүйгім келеді, ұғасыз ба? Ол асыл ма, сіздіңше жыр асыл ма? Қасіретім көмкенген мына жырда. Сәби сүйгім келеді, ұғасыз ба? Көтеререм күнәсін ұятында. Сәби сүйгім келеді, ұғасыз ба? Анашым, бүгін мен бес алдым. Жарайсың ботам. Анашым, мен беспен оқимын. Менің сыныпымдағы аяғында әдемі планшет бар. Алып бере аласыз ба? Планшет жейсің ба? Планшет де болады қызым. Тек қазір ақшам болмай тұрғаны, мен саған өскенде планшеттің түр-түрін әперем, жарай ма? Жарайды. Анашым, Аружанда әдемі велосипед бар екен. Алып бере аласыз ба? Велосипед дейсің ба? Велосипед де болады, планшет де болады. Тек ақшамды жеткізіп алайын, жарай ма? Сенің ақылың бар ғой ботам. Жарайды, анашым. Мен сізге өтпелемейміз. Мен сізді мектепке апарамын. Анашым, мекке деген не? Оған кімдер барады? Мекке деген Алланың үйі ботам. Оған тек жақсы адамдар ғана барады. Жақсы адамдар деген кім? Жақсы адам дегеніміз өмірде өнегелі орын алған, тәрбиесі мол болған адамдарды айтамын. Аңсаған деймін. Қызым-ау, үйдің де шаруасына араласпайсың, сабағыңды да оқымай аңсаған деймін. Естіп тұрсың ба, қызым? Той, мам, не дейсіз маған? Не дей бересіз? Шаршатып жібердіңіз ғой уже. Қызым-ау, сабағыңды оқымайсың ба? Елдің қызы облыстан орнына келіпті, жүлдегер бопты деп жатады. Сен болсаң құлағыңа тағып алып күндіз түні отырасың. Ой, надоел уже пәленшенің қыздары. Өмір бақи естіп келе жатырмын. Елдің қызы сондай, елдің қызы мұндай. Білесіз ба не үшін? Өйткені олардың әкелері бар. Әкелері армандарын орындайды. Шешелері болса ақша береді. Сосын олардың өмірге деген желаниялары болады. Ал мен ше, менде олардың біреуі де жоқ. Хотя бы маған айфон алып беріңізші. Қызым-ау, айфон дейсің, мынаның бәрін кім әперген саған? Не қыласың оны, не қыласың? Әкем бере алмаған жылулықты мен елден көріп жүрмін. Әкем алып беру керек еді осының бәрін маған. Жарайды. Естігім деген мен қызым, қойшы. Аңсаған берген қызым. Не істеп жүрсің? Бүрсең деп барсайшы, не істеп жүрсің? Қызым-ау, мұнда неғып жүрсің? Мұнда түрің не? Түнгі сағат 12 болды, сен ойлап түнмен ұйықтамадың ғой. Мама, іздейтін болсаң баяғыдан қайда қалдың? Не үшін келдің? Қызым-ау, елдің сендей қыздары бала сүйіп ана болып жатыр. Мұндағы түрің не? Ана дейсің ба? Мама, сен жүрген бейшарасың. Мен сен сияқты ана болғым келмейді. Білесіңдер ме? Кішкентай кезімде мені әкем мына үлкен қолдармен тасынатып басымнан қайта ұра беретін. Білесіңдер ме, одан кейін менің мына жадым құрыды. Менің мына миым істемейді. Ал сен ана болу туралы айтасың. Келші, мама, кел. Есің дұрыс па сенің? Анаңа қалай сөйлеп тұрсың сен? Басың жасамай ма? Мен ана махаббатын көрмей өстім. Анамның махаббатына зәрумін. Тіпті мына телефонда контакте ана деген жоқ. Ал сен бар анаңды бағаламайсың. Неге? Саған жүрші анаңның кешірім сұрашы. Айта беріңіз, Бұл аңсаған бекен? Анаңыз ауыр халде жатыр, жедел жәрдем бөліміне келесіз бе? Не дейсіз? Қазір барам. Мама! Кешірші, анашым. Үлгере алмадым. Анашым, қайта оралшы. Кешірші. Ағаттықпенен айтқан сөздерімді. Анашым, қайта оралшы, құшақтайыншы, анашым.
бір рет болсын қайта келіп балам деген сөзді айтшы анашым. Анашым, білесің бе, өмірге жарық сыйлаған анашым, ақ сүтіңе табынам. Анашым, қайта келші, сағындым, мамау, сағындым. Перзенттік борышымды өте алмадым, анашым. Қайта келші, құшақтайыншы. Балам деші маған, анашым. Анашым, сағындым. Сенсіз менің күнім күн емес қой, анашым, қайта келші. Құшақтайыншы, анашым. Анашым! Тоғыз ай оның толғайды, өмірге мені жолдайды. Алты қат аспан астында анамдай адал болмайды, анамдай адам болмайды. Жалғызым жаным жана апа, ананың жаны бос тұрғай, баланың жаны балапан. Адамды алла көп сынар, әкенің сөзі оқшыға, анамдай сол адамса. Жұмақ жақта да жоқ шынығар. Періште болып қорғайды, періште болып орнайды. Анамдай сұлу болмайды, жалғызым жаным жана апа, мақтадан мағалаған. Ананың жаны бос тұрғай, баланың жаны балапан. Адамды алла көп сынар, әкенің сөзі оқшыға, анамдай сол адамса. Жұмақ жақта да жоқ шынығар. Бірінші, ол балаға уақыт бөлу. Яғни баланың тәрбиесіне уақыт бөлу. Біз күнделікті өзіміздің отбасымыздағы бала шағамызға 10 минут кемі уақыт бөліп жүрміз ба деп өзімізге сұрақ қояйық. Әрине, елегеніміз бір терінің пұшпағы, барлығымыз отбасымызды асырауымыз керек, қызмет жасауымыз керек, жұмыс жасауымыз керек, нәпақа тауымыз керек. Бірақ сол нәпақа тауып жүріп, біздің балдарымыз қандай жағдайға барды, қандай ілім-білім алып жатыр, қандай тәрбие алып жатыр. Жаңа мектеп басшысы айтып кетті, бәрін ата-ана мектепке сырт тастап қойып жатады. Ол дұрыс емес. Ата-ана бірінші кезекте өзі айналысу керек. Осы ретте күнделікті кемі 10-15 минут өзіміздің баламызға уақыт бөлсек. Яғни қарапайым баламен сөйлессек, әңгімелессек, оның көңіл күйіне көңіл аударсақ. Азанда таңертең сағат 7:30-да шығарып саламыз, кешкі уақытта қарсы алып аламыз. Сол сабаққа кеткеннен кейін 5-6-7 сабақ болады, оның көңіл күйі қандай болды? Соған біз назар аудармай жатамыз дейді. Екінші, сабақ барысына көңіл бөлу. Алып жатқан күнделікті сабағын тиісті деңгейде алып жатыр ма? Міне соған көңіл бөлу. Үшіншіден, күнделікті қандай жақсылық жасадың? Сабақтан келе жатып, немесе сабаққа бара жатып. Қариямыздың жолдан өткізіп жіберу. Кішкентай өзінен кіші қарындастар өтіп баратса, ит қауып жатса, оны тоқтату деген секілді. Қарапайым.
мектеп оқушысына тиесілі жұмыстар. Менің ойымша сонда ғана біз оның қандай тұлға болып қалыптасуына әсерін тигізе аламыз. Қазіргі таңдағы сабақ үлгерімі қандай, тәрбиесі қандай деп сынып жетекшісімен, сонымен қатар сол мектептегі жұмыс жасайтын психологпен жұмыс жасайтын болсақ, әлдеқайда тиімді болады. Бала сезінеді, мен іздеп келіп отыр. Менің мақсатым сіздерге ой салу. Назар қойғандарыңызға рахмет. Құрметті ата-аналар, ұстаздар және форум қонақтары, мен каратэ спортымен айналысып, облысымыздың атын үлкен ареналарда танытып жүрген жас спортшы ретінде айтарым, спортта өмірдің бір үлкен бөлігі. Спорт тек күш пен жылдамдық қана емес, ол табандылық, тәртіп, сабыр және өзін-өзі жеңу мектебі. Спорт тек денсаулық кепілі ғана емес, ол рухани көрініс деген сөз бар. Расында да спорт әділдікке, намысқа баулиды. Бұл сөз әрқайсымызға жауапкершілік жүктейді. Өйткені дені сау ұрпақ күшті елдің тірегі. Мен спорт арқылы жеңілмеуді, қиындыққа мойымауды үйрендім. Әрине бұл жеңісіме ұстаздарым мен ата-анамның арқасы. Сіздердің еткен еңбектеріңіз бен төккен терлеріңіздің жемісі. Құрметті ата-аналар, сіздердің қолдауларыңыз бен жылы сөздеріңіз біз үшін үлкен мотивация. Сіздердің тәрбиелеген ұрпақтарыңыз ел намысын қорғап, әлемге Қазақстанның атын шығаратын жастар. Рахмет сіздерге. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, қадірлі қонақтар, мен мектеп жанындағы интернатта білім мен тәрбиені қатар алып, өмірге жол салып келемін. Бізге күн сайын қамқорлық танытып, дұрыс бағыт беретін ұстаздарымызға, мейірім мен сенім сыйлайтын тәрбиешілерімізге айтар алғысымыз шексіз. Менің жеткен жетістіктерім мен алған марапаттарым тек өз еңбегім емес, ең алдымен ұстаздарымның, ата-анамның тәрбиесі. Құрметті ата-аналар мен ұстаздар, сіздердің қолдауларыңыз, тәрбиелеріңіз, сенімдеріңіз біздің қанатымыз. Біз сол сенімнің арқасында биіктерді бағындырамыз. Рахмет сіздерге. Таңды қабыл алып сақында шықтым ана, сапарда жүрген кезде мен алаңдап күттің ана, әрдайым уақыт бөліп шабыт беріп көңіліме қарады. Е мама, әр сөзің алтыннан бағалы бар мені, біз үшін жаныңды арнадың бәрі де, сенің арқаң ана жан, ана жан. Ана жалғыз ғана жаралы
құрметті бүгінгі форумға қатысушылар, бүгін бір өте жақсы біздің заманымызға бізге керекті бір үлкен жиын өтіп отыр. Мен қуаныштымын, залға мынандай адамның жиналғаны. Бұл енді сіздердің еңбектеріңіз болар, Асанбай. Бір жағы мынау елдің бала тәрбиесіне деген салғырт қарамай осы қарағанның нәтижесінде. Менің енді немерелерім оқиды Байғала мектебінде. Жаңа неше түрлі қанатты сөздер бар ғой. Менің өзім бір басқа қағидам, балаң жақсы болса, жердің үстімен жүресің дейді. Балаң нашар болса, жердің астымен жүресің дейді. Сіздермен біздерді жердің үстімен жүруге Алла нәсіп етсін. Балаларымыз жақсы болсын. Мынау ұстаздардың аудан әкімдігіне, аудандық әкімдіктің білім бөліміне, Байқадам Қашынбаев атындағы орта мектептің ұжымына сәттілік тілеймін. Мына бала тәрбиесін мектеп істейді, бала тәрбиесін ата-ана істеп, бір-бірімізге салғылмай, осы қоғам болып, бірлесіп, ата-аналар бірлесіп істеп, ертең болашақ ұрпағымыз өзіміздің баламыз. Мынау Байқадам мектебінің ұжымына, білім бөліміне сәттілік тілеп, осы тәрбиелі ұлағатты заманымыздың жақсы азаматтарын тәрбиелеп істерге сенеміз. Сенім артамыз, істеріңізге сәттілік. Ата-аналар сіздерге рахмет. Осындай форумға жиі қатысып тұрып, мынау зал толып тұратын болсын. Аман болайық, келесі жақсы жиындарда кездескенше.